жылы басталмақ. Питер мектеп туралы қорқынышты әңгімелер айтып Хайдиді шошытып тастады. Мектепке барғым келмейді. Хайди атасы оны мектепке мәжбүрлеп жібереді деп қатты қорыққандықтан тауға қашып кетті. Хайди! Атасы Хайдиді тауып алып, сабасына түсіреді. Биылғы қыста менің жанымда, Долаюдың қасында боласың, жарай ма? Алайда Хайди атасы алған хатты жіберген Дете әпкесі екенін білмеді. Сізге хат жазған себебім, Хайдиді келесі жазда алып кететінімді айтқым келеді. Бір бөлке нан. Ата, аюларды қыстай ма? Иә, олар қыс бойы ұйықтайды. Түсінікті. Байыз торғайлар ше? Мысалы Чипи. Олар қыстамайды. Олар жылы жаққа ұшып кетеді. Ал суырлар не істейді? Олар қыстайды. Хайди, қазіргі уақытта олар қыс қазықтарын жинауда. Демек олар біз секілді азық жинайды екен ғой. Шіркін, Келлер ханымда бал болса екен. Бара көрерміз. Ата, маған бірдеңе ала алам деп ойлайсыз ба? Қазбалар ма мүмкін. Келлер ханымнан сұрайық. Бірақ алдын ала үміттенудің қажеті жоқ. Себебі ол қыстақта тұратын мейірімді жандардан емес. Ата, барып әжеге амандасып келсем бола ма? Бәлкім оған қыстақтан бірдеңе қажет шығар. Жарайды, кешікпе. Мен жүре берем. Азық түлік дүкенінде кездесеміз. Я, жарайды, ата. Ей, Карл! Бізбен ойнағың келе ме? Жоқ, сыныпты ретке келтіруім керек. Жақында оқу басталады. Айтпақшы, не тауып алғанымды қара. Гауһартас. Ей, маған сатқың келмей ме? Ұнап қалды. Ал ақысына не бересің? Күте тұр. Сонымен, мынаған қалай қарайсың? Расымен бе? Мәс саған! Рахмет саған, Карл! Әй, алмаған ше? Менің де алғым келеді. Саған мына жылтыртасты берер едім. Әдемісін, ай, рахмет. Бірақ ол үшін маған ерекше нәрсе беруің керек. Жамандасың, қажет емес. Расымен сізге ештеңе қажет емес пе, әже? Сенің даусыңды естіп, сәлеміңді алсам, күлкіңді сезсем де жетеді. Әне, кетпес бұрыннан нан ал. Бірақ ол иістеніп кетіпті. Қызым-ау, нан қымбат. Күнде жұмсақ нан алу қайда. Менің кетуім керек, әже. Бірақ қайтар жолда соғамын. Сізге жұмсақ нан алып келем. Кешірші, Питер. Бұл не істегенің? Сен мұнда не істеп жүрсің? Атаммен бірге қыстаққа бара жатырмын. Ол жақтан жейтін азық сатып аламыз. Менімен барасың ба? Жоқ, қыс түспей тұрып отындарды жинауым керек. Кейінірек барам, жарай ма? Жарайды. Ендеше кездескенше. Жақсы. Жақсы аға. Мына заттарыңыздың ақысына 1 келі ұн, 3 келі кептірілген ет, 1 литр май және 1 келі кептірілген бадана бере алам. Біраз бал бере сал тағда. Және бал. Сәлеметсіздер. Сәлеметпісің, Хайди. Мен барып тапсырыстарыңызды алып келейін. Келлер ханым, мына қазба қалдығына нан бере аласыз ба?
Қазба қалдығына ма? Нан қоқымнан басқа ештеңе бере алмайым. Бірақ бұл бағалы қазба қалдығы. Ал менің наным бұдан да бағалы. Кешір. Мені сыртта күте тұр, көп ұзамай шығам. Жарай ма? Сәлеметсің бе, Хайди? Сәлеметсің бе, Тереза? Қолыңдағы әдемі екен. Я, әдемі. Бірақ еш пайдасы жоқ. Апаң бұны бір бөлке нанға айырбастамай қойды. Апам мұндайды ажырата білмейді. Қаласаң, мен саудаласып көрейін. Қайдан табуға болатын білесің бе? Әрине, Хайди, менімен жүр. Сонымен барасың ба? Мәссаған, бұл кімнің нандары? Бәрінің наны. Қалаған наныңды алуыңа болады. Мынаны алам. Дәмді нан секілді. Рахмет, Тереза. Әжей қатты қуанып қалатын болды. Қажет заттардың бәрін алдыңыз ба, ата? Иә, Хайди. Енді қыстан қорықпасақ болады. Тіпті балды алдым. Тамаша. Мен де мынаны алдым. Бір бөлке нан? Оны қайдан алдың, Хайди? Қоғамдық пештен алдым. Бірақ нанды олар берген жоқ. Терезадан сатып алдым. Сатып ба? Сонда қалай төледің? Оған қазба қалдығын бердім. Барбелдің белгісі. Кішкентай алаяқ Терезаның беруге тиесілі нанды берген. Жүр, нанды орнына апарып қояйық. Не айтып тұрғанымды жақсы білемін, Ганс. Бөлкем осында болатын суытып қойғам. Бәлкім біреу шатастырып алып кеткен шығар. Әркім өз нанының белгісін жақсы біледі. Шатастыру мүмкін емес. Ұрлап кеткен. Сабаңа түс, ашуланба, наның табылады. Он болса қымбаттап кетті. Нанды бұлай беріп қоймаспын. Наның мұнда. Аға? Ох! Мынау расымен менің бөлкем. Менікі екенін бәрі біледі. Кешірім сұраймын. Білмей қалдым. Өтірік айтпа. Кішкентай ұлықша. Жетер енді. Хайди қателік жасады. Ол білмей қалды. Наныңды алдың, енді бәрін ұмыт. Не, маған бұл керек емес. Ол нанды кір қолымен ұстады. Кір нанды ала алмайым. Одан да ақсын бер. Жарайды деші. Орнына ұн берейін. Сонда тағы нан аштып шаршауым керек пе? Олай істей алмаймын, аға. Одан да нанымды қайтарып алғаным артық. Бірақ немере қызың бұл қылығы үшін жазасын алу керек. Мен ұрлаған жоқпын. Тереза нанды менің қазба қалдығымның орнына берді. Ол нанға айырбастады. Тереза ма? Сен не деп тұрсың өзі? Мен саған сенем, Хайди. Ата. Ол өтірік айтады. Нанды ұрлады. Жетер. Хайди ұрлықшы емес. Біз әлі дәлелдеп береміз. Ата, егер қаласаңыз Терезадан сұрайын. Дұрыс айтасың. Мәселенің басына ашқан соң осында келеміз. Ай, Карл, менде не барын қара? Мәссаған, мынауың әдеп екен, маған берші. Мүмкін. Ал ақысына не бересің? Бірақ тастарыңды алады деп ойлама. Күте тұр, қазір келем. Мынаған қалай қарайсың? Я, өте әдемі екен. Бірақ бұдан жақсысы жоқ па? Біле білсең, бұл өте бағалы көбелек. Я, ендеше жарайды.
Кездескенше. Тереза, қазба қалдығы ненік екен білесің бе? Ол ма? Құбыжықтың тісі ме? Жоқ, бұл бактеритиданыкі. Ұзын қабықты ұлуды айтам. Демек, ұлудыкі. Құбыжықтың тісі? О, қара! Өзен құбыжығының тісі. Өзен құбыжығы ма? Расымен құбыжықтар өмір сүре ме? Қалжыңдағаным ғой. Керек пе? Бұл қазба қалдығы. Рахмет, әдемі екен. Әй, Карл! Қазба қалдығын көруге болам? Жарайды, көр. Бұл ұлу қабығы. Мынаны бұрындары көрген сияқтымын. Алдымен құпия орныңның қайда екенін айт. Сол кезде жақынырақ көресің. Ешқашан! Жарайды, ендеше көрсетпейм. Терезамен кездесуіміз керек. Терезамен ме? Не үшін? Ол Хайдиге Барбелдің нанын сатыпты. Ақысына одан қазба қалдығын алған. Мүмкін емес. Тереза ешқашан бұлай жасамайды. Меніңше Хайдиге мектепке бару керек. Сол кезде адамдармен араласып. Терезаны осында алып кел қане. Жауабын сол айтсын. Тереза, келгенің жақсы болды. Барбелдің нанын Хайдиге берген сен бе? Не? Жоқ, мен берген жоқпын. Не? Сен бердің. Ақысына қазба қалдығын алдың емес пе? Маған қазба қалдығы не үшін керек? Білмеймін, бірақ Рас айтам, мен оған ештеңе берген жоқпын. Сіздерге айтып тұрмын ғой, Тереза өтірік айтпайды, ол ұрлықшы емес. Тереза, мені жақсылап тыңда. Егер шындықты айтатын болсаң, Барбелге бәрін түсіндіреміз. Сонымен бәрі бітеді. Бірақ мен ештеңе істеген жоқпын. Хайдидің қазба қалдығы менде емес. Енді қызымды жайына қалдырыңыз. Кеттік. Хайди, әй! Қайда жүрсің? Сен іздемеген жерім жоқ. Өй, не боп қалды? Қыстақтағылардың бәрі мені Барбелдің нанын ұрлап алды деп ойлайды. Тереза мені алдады. Ол маған Барбелдің нанын беріп, ақысына қазба қалдығын алды. Енді шындықты айтпай қойды. Меніңше сенің қазба қалдығыңның қай жерде екенін білемін. Рас па? Питермен бірге барып қазба қалдығын алып келсем бола ма, ата? Оны көргенде бәрі болған жайды түсінетін болады. Бір пәлеге ұрынбайсыңдар ма? Өтінем, ата. Жарайды, бара ғой. Барбел мен Ганстың үйінде кездесеміз. Кешігуші болмаңдар. Енді не істейміз? Оны сөзге айналдыруымыз керек. Жоспарың бар ма? Иә, бар. Әй, Карл, Саған тағы не керек? ештеңе. Саған айтайын дегенім, жаңа ғана әдемі көбелекті көрдім. Қызғылт түсті. Қара жолақтар мен ал қанаттарының ұшы ақ түсті. Не? Патша көбелекті көрдің бе? Білмеймін, бірақ қазір ұстаймын. Қандай екенін сонда көрем. Сенен бұрын мен ұстап алам. Карл, осындасың ба? Карл.
Сирек кездесетін көбелек емес ақмақ. Бұл қызыл адмирал. Өзің ештеңе білмейді екенсің. Тез арада сабақ оқуға кірісуің керек. Карл! Саған сыныпты дайында дегенім қайда? Еденді сыпырып шықтың ба? Хайди? Карл! Не деп тұрмын? Тапсырманы орында. Жа, ендеше еденіңді сыпыр, Карл. Ал мен кетейін. Карл! Дәтеге қанша айттым, қызды сізге қалдырмау керек еді. Барбел, оны не үшін айтып тұрсың? Бізге керегі Тереза Хайдиді алдады ма жоқ па соны білу. Өте дұрыс айтасың. Ата, Петер екеуміз қазба қалдығын таптық. Менің ұлуым қайда? Қазынамды ұрлады. Карл! Ол Карлда екен. Бірақ бұл ештеңені дәлелдемейді, солай ма? Қараңыз, олар әне, солардың істеген анық. Эй, бұл менікі. Маған оны Тереза берген. Мұнда не болып жатыр өзі? Меніңше Тереза болған жайтты түсіндіру керек секілді. Мәселенің басы шешілген еді ғой. Ештеңе де шешілген жоқ. Сонымен, Тереза, мұнаны қайдан алдық деп ойлайсың? Мен білмеймін. Бұны маған сен бердің ғой. Тереза, солай ма? Сен мұна тасты алу үшін менің нанымды ұрладың ба? Тереза, жаныңның барында шындықты айт, сен істедің бе? Иә, мен істедім. Бірақ не үшін? Карлдың топтамасына қоссам, ол мені нағыз дос деп санайды деп ойладым. Кешірім өтінем, бұның соңы дауға айналады деп ойламадым. Сонда ұрлық жасау сен үшін ештеңе емес пе? Қойыңыз, бұл жерде бір түсінбеушілік бар секілді. Бала ғой, қателеседі. Бұл ешқандай да түсінбеушілік емес, келлер мырза. Сіздің қызыңыз Барбелдің нанын ұрлады. Оның кесірінен Хайди жапа шеге жаздады. Бұл ұят нәрсе. Ендеше неге Барбелға нандарыңыздың бәрін беріп, Хайдиден кешірім сұрамасқа? Нанның бәрін бе? Бұл жай балалардың қателігі. Тереза жаман Нанның бәрін беріп, кешірім сұрасаңдар ғана кетеміз әлді. Қайта, Терезаның жолы болды. Аға бұдан артық ештеңе сұрап тұрған жоқ. Мінекей Барбел, болған жағдайын үшін кешірім сұраймыз. Ал сен Хайдиге ештеңе айтқың келмей ме? Мұным қателік болды. Бұлай жасамауым керек еді. Кешірім сұрайым. Менің затым ше? Оны менен Хайди мен Питер ұрлап алды. Қазба қалдығы Хайдидікі. Ол ештеңе де ұрлаған жоқ. Дұрыс айтасың. Мен де кешірім сұрайым. Ала ғой, сағаннан керек болған секілді. Рахмет. Жүр Хайди, үйімізге қайтайық. Бұдан бұлай жазықсыз адамдарға кінә тағушы болма, жарай ма? Рахмет, Хайди. Дыбысымызды шығармай кірдік қой. Бізді қалай естіп қойдыңыз? Үстелге қойған жаңа піскен нанның иісін сезіп қойдым. Оны қайдан алдың? Ол ұзақ әңгіме. Ендеше, асыңыз дәмді болсын, әжей.
Чипи? Чипи! Кері қайт! Ол не істеп жатыр? Күн суығанда Чиппи жылы жаққа ұшуы керек. Айтып едім ғой. Ол келесі жазда қайтып оралады ма? Иә, мүмкін. Қош бол, Чипи! Абай бол! Құз жартастардан абайлағыш! Көктемде көріскенше. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.